Сәлем достар, бүгін біз Қазақтан шыққан тұңғыш әйел дәрігер Аққағаз Досжанова туралы тың деректермен бөлісетін боламыз. Аққағаз Досжанова Түркістан мемлекеттік университетінің медицина факультетінде білім алды. 1917 жылы Мәскеудегі бүкіл ресейлік мұсылмандар съезінде мұсылман әйелдердің құқығын қорғап баяндама жасады. Орынбор әйелдер гимназиясын үздік аяқтап, Мәскеудегі әйелдер курсында оқыды. Ташкентте дәрігер болып жұмыс істеп, жетім балаларға көмек көрсетті. Әйел теңдігі мен жас азамат басылымдарында әйелдердің құқығы туралы мақалалар таратты. Ағасы Сағындық Досжанов оның білім алуына елеулі үлес қосты. 1925 жылы Әділгерей Ершінге тұрмысқа шығып, Алматыда ауруханада жұмыс жасады. Ашаршылық жылдары денсаулығы нашарлап, Шымкентке қоныс аударды. Түркістан өңірінде эпидемиялар туралы зерттеулер жүргізді. 1932 жылы небәрі 39 жасында өмірден өтті. Ұлылардан ұлағат бағдарламасының келесі шығарылымында Ғани Мұратбаев туралы тың деректермен бөлісетін боламыз.